Ал мен 2018 жылдан бері сахар болып ауырамын. Екінші типпен сахарым өте жоғары, 28-25 болатын. 4 мезгіл инсулин салатынмын. Азанда 16, түсте 16, кешке 16, тағы да 22 салатынмын. Одан кейін Жардинс деген таблетканы 25 миллиграммдан ішетін, ең үлкен доза. Екі аяғымның бас бармағы үйіп ауыратын, табаным ауыратын, аяқтарым ауыратын, басым ауыратын, соның көзім ауыратын. Көзімді аша алмайтынмын. Ауырып жүретінмін. Содан міне осы өнімдерді ішіп қыздардың арқасында рахмет көп қыздарға. Сенген жоқпын, результат болады деп еді, мақұл жарайды көрейін деп көрдім. Содан 4-ші күні результат болды. Сахарымды өлшесем, 2 күн қонақ күттік, әбден қолым тимей салған жоқпын инсулинімді. Содан ойбай енді көтеріліп кеткен шығар деп өлшесем 15-те 8 болды. Содан қуанып, семьямызбен қуанып, бала шағам бәрі қуанып. Содан кейін өлшедім, 12-де 5 болды. Содан 11-де 7-ге түсті. Содан 9-да 3 қазір. Құдай қаласа енді ішіп. Обычно қандай сахарыңыз? 7-ге түсірсем ба деп. Осы мына 5-ге. Негізі сахарыңыз қаншаға дейін көтеріледі? Сахарым 25-28-ге дейін көтеріледі. 25-30? 25-28-ге дейін. Маған қызым өзі врач оқып жатыр. Мама 30 болса, онда сіз уже комаға түсесіз деп қорқып мен. Жолдас қыздарым бәрі уайымдап, бәрі туысқандар уайымдап, біресе бақбақты іш, біресе анау корень лопуханы іш, осындай деп жатыр да. Сөйтсем, мынаның ішінде сол шөптің бәрі бар екен. Сол шөптің бәрі бар екен. Ем болсын. Жақсы, өте нәтиже өте жақсы, қуанып жатыр. Рахмет қыздарға.